Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силердин кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү монтабыз. Мурда мен силерге айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбактын вариантын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жаздым. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептер орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окуп үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Эпосту окуп үйрөнүү жеңил болуш үчүн мен ошондой эле мындай кылып 8-11 класстын окуучулары үчүн жумушчу дептерлерди түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы билим берүү академиясы тарабынан мектеп программасына киргизилди. Азыркы учурда 3 илдиктин 2-чи бөлүгү болгон Семетей эпосунун негизинде мен иштеп жатам. Азыр бул эпостун негизи боюнча романдын 1-чи бөлүгү бүттү жана азыр 2-чи том үстүнөн иширип жатат. Биздин баатырлык эпосубузду мындан ары жайылтуу максатында мен өзүмдүн романымды Манастын 5 томун толук ойдон орус тилине котордум. Жана аны ата интернет сайт ачып epos-manas.com ошол сайтка сатуу үчүн койдум. Кимде ким кааласа китептерди ошол жерден сатып алса болот. Мындан тышкары мен Манас эпосубузду көбүрөөк жайылтуу үчүн бул видеороликтерди 2 тилде чыгарып жатам. Кыргыз жана орус тилдеринде. Орус тилиндеги видеороликтер дүйнө жүзүнүн элдеринин 112 тилинде субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген азыркы учурда дүйнөнүн кайсы жеринде жашаган адам болбосун өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген башка тилде Манас эпосу менен тааныша алат дегенди түшүндүрдүм. Ошондуктан мен силерден суранат элем, бул биздин видеоролик жөнүндө маалыматты өзүңөрдүн алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде жашап жаткан туугандыктарыңарга, тааныш билиштериңерге, дос жарларыңарга айтып маалымдап койсоңор, анда силер Манас эпосун жайылтууга өз салымыңарды кошкон болот элеңер. Мына мен кыскача эпос жана роман жөнүндө айтайын деген ушул немистердин рұқсатыңар менен мен романды окуумду улантсам. Мен бул жерден аттансам, кайсы жерлерге жетишим мүмкүн? Манасты сынай сурады Алмамбет. Чыгышка барсаң Бейжиңге, өз элиңе кайтып барасың. Кааласаң Кан көкчөгө, казактарга кайтып барсаң болот. Ал эми күнбатышка барсаң арабтар бар. Күнжүрүш жакка бет алсаң Ыспакан менен Үндүстан бар. Кайсы тарапка кетем десең дагы бул өзүңдүн эркиң. Эгерде эртеги жолго чыга турган болсоң, жетпей жаткан нерселерди кайдан тапсаң болот. Жолго чыксаң, жетишпей жаткан кемчиликтериңди түнү менен таптырып беремин. Сени бул жерде кал деп эч ким кыйнабайт. Мындай ойду эч капарыңа албагын. Кааласаң биз менен кал, каалабасаң кете бер. Биз сага эч капа болбойбуз. Алмамбет кетем дагы, калам дагы дебестен үнсүз жертиктеп туруп калды. Ушул мезгилде аттардын баарын машатып күрмө кийип алышкан ат жабуучу балдар айдатып келишти. Ак куланда бир бала минип алыптыр. Ат меники. Мен аны чаппаймын деп Алмамбет ак куланы алып калды. Эгер ак куланы чаптырбасаң,
Анда қайсы атты шаптырасың деп таң қалды Манас. Батыр, мен Аққуланның орнына Сараланы шаптырамын. Мақұл. Ел сенікі, Аққула да сенікі. Қалағаныңды шаптырған. Рахмат, Батыр. Анда мен Сарала атты бұл жарысқа саламын. Мақұл, айтқанға қарсылық жоқ. Манас Сараланы чуатып, аттардың барын чабуға бұйрық берді. Ешкім аттарды сүребесін, деп ескертті Батыр. Бұға атты айдаған 700 кіші таң алды. Манасты бұлар не қылғаны? Бәйге сайбастан ат чаптырып жатады деп шоғылғандар көр-шөр болышып Батырға барышты. Бәйге қайда? Батыр деп сұрау беріштілер. Бұл жағдайда Манас Алмамбетпен сөйлесіп жатып, ұмытып қалған еді. Қиын авалдан шығу үшін Батыр Ажыбайға көзі салды. Ажыке, қайда бәйге? Бірінші шыққан атқа қандай бәйге қоямыз? Деп сұрады Манас. Егерде аз бәйгені сайбасақ, аты шығып келген адамдар, атым шықты, қана менің бәйгем деп ұшыл жерде шырды салбасын. Бізді Құдай аны құрған тұрбайбы. Ат чауышты, чап, бәйгені сайышты ұмытып қалыптырбыз. Бірінші бәйге қанша алады, екіншісі қанша алады, тегі қанша атқа бәйге қойылады, шешілмей қалыптыр. Бұл бойынша су шықса, 19 сауалда қаламыз. Емем не қылсақ екен деп пұшайман болған Ажыбай жанындағы башқа батырларға үмітті көздерімен қарады. Мұны байқаған Серек ағаларына жардан беруге бел байлады. Жігіттер, бұл не дегеніңер? Деді Батыр. Чауышқа жалаң өзі өстін 40 батырдың 40 күлігі чауылды. Ең талада айдап жүрген малымыз, арып жүрген пұлымыз жоқ болса, бәйге қайдан табылады? Айтқандарым тура, мақұл болды бақай. Ат чауышқа жоқ үшін ат түшкен жоқ. Барымыз Манастың алдына жүреміз. Сөзін айтты Серек. Жаманшылық болса да, жақсылық болса да, түлігіміз Манасқа түседі. Өзіңер көргендей, ал Аққұл атын Алмамбетке беріп салды. Бұл сөз де тура, жауап берді Ажыбай. Алмамбет болсан чаптырбастан қармап қалды. Айталада жүрген Манаста қайдан бәйге табылады? Ышандықтан бұл сөзді тоқтаталды. Неге? Сұрады бақай. Себебі бірінші болып өзі үстін чапқан аттары өзі де шығып келеді. Başka біреуінің аты бәйгені албағандықтан мұндай ұзычуының керегі жоқ. Андайым не? Ат чауышты бәйгесі өткөрөлүбү? Таң қалды Ажыбай. Жоқ, біз адамдан бәйге саялы. Адамдан бәйге сайды деп Алмамбеттің көңілін бір көтеріп салалы. О, Манас Барқын аябай көтеріп салды ғой, деп ішінен күлді Алмамбет. Başqаларға бәйгеге ат сайылса, мен келген нұрматты Манас адамдан бәйге сайды. Мұндай нерсе қылымдарда болмаса керек. Тұрмыш деген шындай қызықтырбай. 2-3 күн burada ең талады темселеп, суылсап, құрсағым ашып келе жатқан елем. Нем қарабайсың ғой. Бүгін бақтым açılıp, Urmatıma Manas maldı da, akçanı da, adamdı da ayavastan beni sıylap çatadı. Serek'tin sözlerine Manas ayavaya katkırıp güldü. Serek tuğra ayıttı. Anın sözünü algıla. Silerdi biri olduğunu alıp geçet avı. Ülkeniş ayavay tuğra. Kana, bağırlar bayge bolup kalgıla. Jigitler buğa makul boluş. Bozul başçılık kılıp 17 жігітті таңдап алып, başka атқа 7 жігітті бәйге қылып сайды. Екіншісінің үшеуін, 3 атқа екіні, алдан кейінгі аттарға бірден бәйге сайды. Бірақ алдыңғы шығып келе жатқан 9 аттың біреуіне бәйге жетпей қалды. Емем не қылсақ деп бозыл
Başın tırmap kaldı. Bir bayga жетпей жатат. Mına men de bayga boldum dep jigitlerin arasında turgan Majik Batır katkırıp barıp Katarga koşulup natijede baygelerin bari iretlenip bitti. Uşul mezgilde çapkan atlar gelip kalmıştı. Almanbet'in saralı atı soğuluğu жерге basılıp oğuzunu alı жетпей aldı da gele jatıptır. Kırçıronun bağırısı Almanbet dep kıkırışıp ayğайды büyük salışkanda Kıtayдын көңілі аябай көтерілді. Екінші болып Бақайдың сал қызылы барса, үшінші орынды Қырғылдың шалторысы еледі. Ал эми 9-нчы болып Majik'tin Төсүр аты vardı. Majik, sen emне atına tilmeç белең деп кайрылдагы Бақай. Карабайсың, так өзүңө Төсүр таанып келиптир. Тегеректерлер bu tamaşaga katkırıp kuluştu. Бирок Almanbet өзүнүн ичиндеги сырын эч кимге билдирбей, күлбөстөн тымпыйып тура берди. Анын алдына байга болгон 7 баатыр, Бозу, Yorunçu, Torulçu, Kerбени, Бөгөлү, Алыке, Тазбаймак барышты. Sen эми биздин байыбызсың, dedi Almanbetке Бозу. Эгерде башка аты келгенде биздин кетет эле жайыбыз. Эми сиз бизге кочоюн, биз сизге нөкөр болдук. Эгерде бир жака алып кетем десеңиз, буга да ыраазыбыз. Ошондон кийин 7 жигиттен ала келип, турса кепичин оңдошуп, түшсө атын алышып, отурса орун салышып, Almanbetке жабышып алышты. Тамаша болбосоң койго ал деп ичинен күлдү Кытай. Карабайсың бул жигиттердин кылыгын. Тим эле мага чындап кул болгонсуп, кайда барсам артымдан ээрчип жүрүшөт. Кичинекей баладай бөпөлөп, тамактарымды белендеп, төшөктөрүмдү салып, кызматымды кылып жатышат. Мунун баары Манастын кылганы. Ал мен ушул жерде калсын деп ак эткенден так этип жатат. Бирок мен кете турган болсом, Манас сөзүндө турат бекен. Ушунча дүнүйөнү болгону да ишенген 7 чоросун мага кошуп береби же жокпу? Балким ал мени сынап, ушинтип айтып жаткандыр. Кетем десем, ал мени кагып силкип, өлтүрүп салгандан да тайбастыр. Балким ал мени азыр шылдыңдап жаткандыр. Муну мен башымдан өткөрбөдүмбү? Казактар дала эмгегимди, жакшылыгымды көрүп туруп, аягында мени кордоп, кууп жиберишти деп оор ултунду Almanbet. 40 баатыр Almanbеттин кызматына жүгүрүп, кыя баспай бүгүлүп, аны аябай урматташты. Ал келгенден кийин баатырлар Сары Талада 2 күн жатып калышты. 3-чү күнү кайра үйгө кайтаткан болушуп, Almanbet'in kök çatırına barıştı. Almanbet, dedi Manas, bir jurtluğuzga baralı. Eğer koşu getem desem, jür, atama birge barabız. Başka jaka getem desem, anılara bakılmız. Buna aldı da 7 jigit turat. Ala sen tur desem turup, otur desem oturup, kılıç yavam desem, moyun sunganга dayar. Аларды кайда барсаң, ала кетсең болот. Сен Кыргыздын калкына келип, жаныңда жолдошуң жок, жалгыз жүрүшүң бизге аябай чоң уят, намыс. Буларды кайда алып барсаң да өз эркиң. Буга эмне дейсиң, баатыр? Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.